Сәлем достар, бүгін сіздермен өте дәмді жаңғақ печеньенің рецептімен бөлісетін боламын. Лайк басып, комментарий жазып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқаны, шекерді салып, араластырып, үстіне сары майымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Üstüne жарты шай қасық разрыхлитель, шым-шым тұз, ұнды салып, жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз дайын болған соң, осылай кішкентай бөліктен ала отырып, пешіміздің формасына орналастырып шығамыз. Бетін жауып, шамамен 5 минут өзінің жасыл светі жанғанша пісіреміз. Піскен орешкаларымызды осылай қысқаштың көмегімен алып, қалған бөлігін осылай етіп пісіріп аламыз. Барлық орешкаларымызды пісіріп алған соң, вареная сгущенканы қасықтың көмегімен осылай жағып шығамыз. Бәрін жағып болдық. Енді осы видеодағыдай бір-біріне біркелкі жаңғақ тәріздес етіп қосып шығамыз. Осымен шайға арналған өте дәмді жаңғақ печеньеміз дайын болды. Жасап көріңіздер, баршаңызға ас болсын.